Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер, достар, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Қазір бұқаларды далаға шығарып, жайып жүрміз. Бұл да бір атқорымның бір осындай бір түрі. Мынау тегін витамин. Ойбай. Тегін витамин. Мына көк деген бұл азот тұрысымен осыдан жақсы өседі бұқа. Сосын үйге келген соң жемін беріп тастаймыз, толтырып. Кешке дейін, таң атқанға дейін осыны жеп жатады жемін. Күндіз күн жағына осындай витаминдер жейді, шөпті жейді. Қараңыз, шөп деген көкпімбек, осы пайдалану керек, осы моментті. Жер деген көкпімбек, күн ара жаңбыр жауып жатыр. Таңертеңне шөптің беті шық болып жатыр, әдемі болып. Бұқалардың бордақыда тұрғанына 3 ай болды. Май айы 4-ші айға кетіп бара жатыр. 4 ай болды. Бұларды және 4 ай ұстаймыз. Осы көк шөп күшті кезінде 1-2 ай, мүмкін 3 ай жаямыз. Сосын тұрады. Еті сарғайып кетпеу үшін сойуға жақындаған кезінде 1,5 ай, мүмкін 2 ай ма көк неволда тұрады осылай. Көк шөпке, құрғақ шөпке қоямыз. Адамдарға өзіміз жіліктеп сатамыз. Жіліктеп сатқанға бұл осы қайта метод, осы бағу тәсілі жақсы, керемет. Себебі неше түрлі шөптер жейді, витаминді жейді. Осы витаминдер етке сіңеді. Не жесе, сол етіне барады ғой, жалпы айтқанда. Сол үшін осы көк шөп жеп өссе, бұл табиғи, Алланың осыларға малға арналып шығарылған нәрсе ғой енді шөп. Сол үшін осы тәсіл маған дұрыс деп есептеймін мен өзім. Маған ұнайды және 1 айдың ішінде бұлар деген үлкен корпус алып алады. Мықты болып өсіп кетеді. Бойлары күшті болып өседі. Бойлары күшті өседі. 1 айдың ішінде күпет ағалады ғой. Сол кезде бұл тегін. Ар жаққа жүріңдер. Бір жаққа келмеңдер. Мына жақ тегістік. Енді бұлайынша жайылым жетеді. Көршімізде бар 30-35 бас бие бар. Сосын ана көршілерімізде бар 20 шақты сиыр. Соменен біздердікі бар 60 шақты. Ауылдың сиыры бар. Соларға бұл жетеді. Осы жерден 3 шақырымдай жер бар. 3 шақырымдай жерге дейін дәл осындай жер жайылымға жетеді. Тыныш болды. Мына жерде 1 шақырымдай жерде Тобыл өзені бар, мүмкін 500 метр ма. Тобыл өземенен мына жерде трасса бар. Осы 2 жер, сосын бұлай қарай 3 шақырымдай жер. Сол жерде жайылым, осы ауылға тиесілі жайылым. Егін жоқ, мына жолдың арғы бетінен басталады егін. Сол жерге шығарып алмай, жолдан өткізіп алмай жүрсек болды. Жаңа сиырларды, сауынды сиырлар, кіттай бұзаулар
GPS тағып айда жібердік, телефоннан қарап отырамыз. Оны жаңа неменен мотоциклмен барып, я болмаса екінші атпен барып басын қайтарамыз. Солай жүреміз енді. Егер мүмкіншілік болса, ана жерге бір үлкен науа астауларды қойып, осы жерге жем алып келіп, осылай жем алып келіп, егер осылай бордақыласаңыз, ол үйге кіргізбей күні түні жайып жемді даладан беретін болсаңыз, ол енді бар ғой, тап тұрмас. Не ол ғой? Бордақының түрі. Тегін уақыт кетеді, ақша кетпейді. Қазір мен түсіріп тұрмын. Бір айдан кейін және түсірем, сол кезде нәтижесін қарайсыздар. Сол кезде салыстыруға болады. Қазір енді бұларға шыққанына осы майдың бүгін 5-ші күнді 1-ші майдан бастап шығардық. Әдейі мынау көк әбден жақсы көтерілген соң шығардық. Біздер жақта апрельге дейін қар жатады. Апрель айына дейін қар жатады. Бұлай қарай тұрайық, Жамал. Апрель айға дейін қар жатады. Сосын бірден шығарып жіберсек, ол болмайды. Бірден шығарып жіберсек болмайды. Себебі жер деген әлі жұмсақ, тамырмен жұлынады, шөп тамырмен жұлынады, және құм кетеді іштеріне, құм жейді. Жалпы осы метод сіздерге қандай осындай бағу тәсілі дұрыс деп есептейсіздер ма? Бордақыда тұрғасын. Тегін витамин ғой, бұл азот. Бұл деген бұқаның сүйегінде жақсы өсіреді деп мен есептеймін. Етті де алады жақсылап. Ар жақта қалып кетті, ар жақта айдап келек барып. Ләжі болса қатты шашып алмай жүр. Басым бұлай айда жіберейік кәне. Басым бұрып жүр. Мына жердегі адамдар өрісті, ауылдың өрісі негізі кетті. Ол асфальттан ар жаққа алып кетеді. Енді қазір көршілер шығарып бастайды. Сол үшін қосылып кетпеу үшін төртеуі келе ме екен? Ар жақта ұстаған жақсы. Бұлар сиырды көрсе, бұны басын қайтару қиын болады. Сиыр көрсе болды бұлар. Әлі 3 ай болса да біздер кеген бойдан дәрісін салдық. Ішкі құрт, сыртқы құрт глистовать еттік, қысқасын айтқанда құрттарын түсірдік. Сосын жемді аз-аздан беріп бастап, қазір енді жемді 4 килоға дейін жеп тұр. Бірақ қараңыз, нәтиже қатты емес. Бой кетіп бар жатыр, бой. Менен аттың үстінде отырған соң, ондай кішкентай болып көрінетін шығар. Бірақ қазір бойға кетіп бар жатыр. Бой өсіп жатыр. Өзі бордақы сондай ғой, 3 кезеңнен тұрады. Бірінші бой, екінші бой өседі, корпус алады, қысқасын айтқанда. Біріншісі. Сол кезде витаминді көп беру керек, жемді жеңілдеу қып беру керек. Екіншісі белок, ет алдыру керек. Ет алу керек. Сосын барып үшіншісі май. Жаңағы еттің ортасына май жинау керек қой. Вот сол кезде бұны мәрмәр ет дейді ғой, мраморное мясо. Ол еттің ортасына май жинау. Вот сол кезде еттің ортасына май жинаса, салмақ та болады, ет деген сапалы да болады. Жүр. Мына жерде тұрайық. Жамал жоғары қарайық тұрайық.
Не, құрметті достар. Осылай. Кез келген бұқаны, кез келген сиырды етті мәрмәр қылуға болады, мрамор. Ол рацион. Жеп жатқан жеміне байланысты. Сол кезде ол мраморный қылуға болады. Және бұны ұзақ уақыт бөлу керек. Жаңа айтқанда 3 кезеңнен тұрады. Соңғы кезеңде шамалы жемнің пайыздары өзгереді. Белокты аз болып, соңғы кезеңде май жинайтын. Тұр, тыныш. Тоқта, жануар, тоқта. Әдемі жайылып жатыр. Сол соңында май жинайтын майлы дақылдан пайызын көбейту керек. Арпа, жымық, шырот, кебек, бидай мен беретін жем. Осы енді. Бұларды көп бақпаймыз енді. Обедке дейін, сағат 8, 7:30-8-ден 1-2-ге дейін асып кетсе. Сол жетеді. Қазір бір 3 сағатта мыналар тояды да бастайды құтырып. Секіріп, бір-біріне ойнақтап, қазір деген бастарын көтермей жайылып жатыр. 3 сағатта тойып кетеді, сосын бастайды. Вот сол кезде ақырындап үй жаққа қарай басын бұрып қайтарамыз. Сол кезде сол 4 сағат, 5 сағат болады. Қош достар, мінекей, бұқа бордақылау. Осы тәсілінің бір түрі бұл. Негіз бұқа бордақылаудың түрі көп, осы бір түрі. Маған бұны мен қазір бірден сояйын деп жатқаным жоқ. Негізі даладан келіп, ойыстып бағып жүріп, етті тапсырсаңыз, ол ет сары болады да, сапасы нашар деп алмайды. Ет ақ болу керек. Сол үшін осындай. Бұны сояр алдын бір ай, кемі 1 ай, 1,5 ай қою керек құрғақ шөпке. Қош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер. Қош, сау, аман болыңыздар.